осыны қалдырмай шығарыңыздар, ол хайуандар көрсін. Тірідей баланы ат тастап қансырап жүргенде сол бала көз алдынан кетпесін. Бала шағаларың беттерін айтайын, милициялар бала шағаларың осылай атсын. Әлі көресіңдер, әлі атылатын уақытсыз келеді сендерге де. Ол 8-і болатын. 8-і үйге қайттым. Үйде қондым. Азанда қайтадан іздеуге шықтым. Машинамен шығып бара жатыр еді, звонок келді. Алло десем, әйелім мен қарындасым, туған қарындасым. Айқайлап жылап тұр, Бақытжан аға айырылдық қой дейді да. Кімнен десем, баладан айырылдық деп. Сөйтсем, мына хайуандар ат бастаған. 18-дегі баланы, неге мына хайуан милиция деген хайуандар неғып атады олар? Сөйтсем, балам екі рет жан басынан атқан. Бала құлап жатқандай келіп, үшіншісін добивать етіп жүрегінен атып отыр. Ол хайуандар, ешектер yok. Моргқа барсам, қарасам балам жатыр. Қозғалмайды жүр. Шеқарын бәрін ақтарып кесіп тастаған ол. Он 18-дегі бала қандай? Қандай статья бар? 255, 272-де 2. 255 деген не десем? Террорист дейді. Террорист. Мен айтамын, сендердің бастарын қағады ма? 18 жастағы бала қандай террорист? Сендер қарапайым халық, бала өлді, кетті, болды деп мойнына іліп тастайын деп отырсыңдар ма? Или сендерге приказ берді ма Тоқаев? Как всегда, 20 мың террорист бар, бүйтті сөйтті деп халыққа шығып алып, сол балдардың бәрін атып өлтіргенден бәрін жазыңдар деп берді ма? Сол кезде бұл үкіметке мен таң қаламын да, балдар өлді, соған іле жіберу керек пе не? Жоқ нәрсе ғой, жоқ.